Қара мысық мәселесі бұл әлбетте орыс мәдениетінде жаңағындай бір бақытсыздықтың, бір сол мәселенің жаңағындай солақай бір мәселенің символы ретінде қабылданады. Енді бұл жерде бізге бір мысық жаңағы қара мысық жолды кескен болса, ол жолың болмайды деп, ол жолдан қайтудың ешқандай бір қажеттілігі жоқ. Егер қара мысық жолдан өткен болса, демек қара мысық бір жаққа асығып бара жатқан болуы мүмкін. Қара мысықты мышып кетпесек болды, өлтіріп алмай. Сондықтан оған ешқандай былай айтқан кезде қатты мән бермеу керек. Енді мысық мешітке кіруге рұқсат еткен әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, яғни мысықты айтқан кезде шариғат бойынша мысықтың мешітке кіруіне немесе намаз оқитын жерінде болуына, мұсылмандардың үйінде ұстауына рұқсат берген. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең көп хадис риуаят еткен Абу Хурайра радиаллаху анхудың өзі жаңағы мысықтың әкесі деп, мысық өте қатты жақсы көріп, жанына жақын болғандықтан пайғамбарымыз мысықтың әкесі деп, былай айтқанда мысықтың қамқоршысы деген секілді ат қойған. Сондықтан да ол мешітке кіруіне рұқсат берілген деген сөз, енді ол демек қасиетті жануар, демек ол қасиетті жануар біздің жолымызға кесетін болса жолымыз болмайды деген топшылауға ешқандай бір қисын жоқ, ақылға сыйымсыз бұл дүние.